Қош келдіңіз. Мен Қаракөз айым. Сізбен бірге қарыз бен кредиттен құтылу техникасын жасаймыз. Ыңғайлы отырыңыз және көзіңізді жұмыңыз. Асықпай, мұрынмен демалып, жаймендеп деміңізді ауыздан шығарыңыз. Түп санамызға тереңдеп енеміз және мынандай ниет қоямыз. Қарыздан, кредиттен құтылуға міндеттімін деген режимнен шығуға. Алдыңызға қараңызшы. Алдыңызда сіз қарыз болған банк, ломбард немесе бір адам тұр. Оларға қарап сезініңіз. Олардың барлығы сізден ақша беруіңізді күтіп тұр. Терең демалып, қайталаңыз. Мен сізге алғыс айтпасам да болады. Себебі мен сіздермен қарым-қатынаста болғанда ауырсыну, негатив, қысымды сезіндім. Тағы бір рет терең демалыңыз. Сол алдыңызда тұрған банктердің, ломбардтардың, қарыз адамдардың артында бір адамдың тұрғанын сезініңіз. Ол кім? Сол тұрған кім? Банктерді, ломбардтарды ысырып тастап, қараңызшы. Қасына жақындаңыз. Кім ол? Мамаңыз ба? Әлде әкеңіз ба? Мүмкін әжеңіз болар. Атаңыз бекен. Сізді осы күнге дейін қарызбын деп сезіндірген бұл адам кім екен? Бұл адамға әлі күнге дейін уақытыңыздың бөлшегін, ресурсыңыздың бөлшегін, энергияңыздың бөлшегін беріп келе жатқан адамыңыз кім сізге? Терең демалып, дем шығарыңыз. Енді дауыстап қайталаңыз. Мен сізге алғыс айтпасам бола ма? Алғыс айтпауға рұқсат па? Мен сізбен қарым-қатынаста болғанда негатив, қысым сезінуімнің себебі мен сізге уақытымды, назарымды, өмірімді, ресурсым мен энергиямды бөлісіп жатқаным үшін алғыс айтпауға рұқсат па? Енді терең демалыңыз және дем шығарып, ойша сізге қарсы тұрған адамның ішіне еніңіз. Оның көздерімен қарағанда алдында сіз тұрсыз. Сізге қарызсың деп сезіндірген адамның көздерімен өзіңізге қарап тұрсыз.
Енді осы адамның денесінде тұрып өзіңізге қарап дауыстап айтыңыз: сен маған қарызсың. Сен маған қарызсың деген сезімді саған мен үйреттім. Бірақ шындығына келгенде сен маған қарыздарсың деген талабым саған емес, менің өз ата-анама арналған болатын. Терең демалып, осы адамның денесінде тұрып, артыңызға қараңызшы. Кімді көрдіңіз? Әке-шешеңіз көріп тұрсыз ба? Ана, сен маған қарызсың. Әке, сен маған қарызсың. Шындығына келгенде, маған сіздердің махаббаттарыңыз, назарыңыз, қамқорлықтарыңыз бен мейіріміңіз жетіспеді. Және осы жетіспеушілік сезімімді балама аудардым. Ата-анаңызға тағы не айтқыңыз келеді? Айтыңыз, шығарыңыз. Терең демалып, дем шығарыңыз. Қайта айналып өзіңізге қараңызшы. Мен өкініп тұрмын. Мен шынымен өкініп тұрмын. Сен маған қарызсың деген сезімді сенің бойыңа сіңіргенім үшін өкініп тұрмын. Сен маған қарыз емессің. Мен оны қазір ғана түсіндім. Сен менің балам ретінде және иерархия ата-тек бойынша сен маған қарыз бола алмайсың. Иерархия бойынша сен кішісің. Сен бала ретінде маған ата-ананың махаббатын бере алмайсың. Мен сені маған қарыз болудан босатамын. Сен маған қарыз емессің. Кешір мені. Мен ата-анамның махаббатына зәру болдым. Сол махаббатты сенен алғым келді. Кешір мені. Өзімнің ауыртпашылығымды аударғаныма қатты өкініп кешірім сұраймын. Сен боссың. Сен боссың. Терең демал. Балаңызды осы міндеттен босатып жатқаныңызды елестетіңіз. Сен еркінсің. Өз қалауың бойынша өмір сүре аласың.
Терең дем алыңыз. Дем шығарғанда өз денеңізге ауысасыз. Өзіңіздің қазіргі күйіңіздің өзгергенін сезініңіз. Алдыңыздағы адамға дауыстап айтыңыз: мен саған алғысымды білдірмесем болады. Саған кінә артып, мені өмірімнің қиындығына сені кінәладым. Шынына келгенде, мен де сені пайдаландым. Ақшаның жоқтығына, ақшаны аз тапқаныма сені кінәладым. Мен қазір мойындаймын. Барлығына менің негативім ғана кедергі болып тұр екен. Мен өзім тығылып, жаным қаламаған екен. Терең дем ал. Дауыстап қайтала. Дәл қазірден бастап шешім қабылдауды, өмірімді өз мойныма аламын. Өзім жауаптымын. Мен бүгіннен бастап армандауға, оның орындалуына жоспар құрып, мақсатыма мейлінше жетемін. Мен түсіндім. Менің өміріме жауапты адам ол тек өзім. Өмірімді өз сөзіммен, ісіммен өзгерте алатыныма сенімдімін. Терең дем алыңыз. Дауыстап қайталаңыз. Мен қазір өз өміріме, өз бетімше ақша табуға міндеттемені мойныма алуға дайынмын. Тағы да терең дем алыңыз. Теріс бұрылып, алғыс айтып, шексіз алғыспен адамыңызды жіберіңіз. Барлығы да өзіңізге байланысты. Өміріңізді дұрыстауға, махаббатпен адамдарға өз қызметіңізді ұсынуға және сол арқылы өте жақсы ақша табу да өзіңізге байланысты. Сезініңізші, сіз не істей аласыз? Сол арқылы жақсы ақша тауып, қарыз кредиттерден құтылып, қайта қарыз алмауды сезініңізші. Елестетіңізші, сіз бар махаббатыңызбен қандай қызмет ұсынып жатсыз? Адамдар сізден не алып жатыр? Не үшін ақша төлеп жатыр сізге? Сіз осы арқылы өте бай боласыз. Өміріңізді жақсы жаққа өзгертіп жатсыз. Сіздің қолыңыздан барлығы келеді. Өзіңізге сеніңіз. Сіздің қолыңыздан барлығы келеді.